Сәлем қыз-келіншектер, мен бүгін сіздерге iHerb-тан қалай заказ беруге болады, соны көрсететін боламын. Егер сізде Android болса, Play Market-тен, егер iPhone болса, App Store-дан iHerb дегенді жазасыздар. Мына жерге мысалы мен көрсетейін былайынан. iHerb жаздым. Одан кейін ол менде бар, міне программа скачать етілген, кіреміз. Кіргеннен кейін енді қараңыздар. Мен бұл жерде заказ бұрын бергендіктен менікі полностью шығып тұр. Бұл жерде сіздердің толтыратын нәрселеріңіз қандай? Мынаусы пока толтырудың қажеті жоқ. Тек қана мына жерде сіздер выберите страну дегенге Қазақстан деп жазасыздар. Міндетті түрде осы жерде таңдағанда. Одан кейін язык обязательно русский деп жазасыздар. Және де валютаны теңге деп жаза берсеңіздер болады. Болмаса доллармен де жазуға болады, в принципе. Одан кейін мына жерде оны өздеріңіз өзгертесіздер. Ең алғашқы негізі тіркелу керек болады. Мен бірақ мына жерде тіркелгендіктен сіздерге тіркелуді көрсеткен жоқпын. Логин, пароль ашасыздар. Профильді мына жерде менікі барлығы толтырылып тұр. Сонда да сіздерге бір көрсете келейін. Мысалы қараңыздар. Менде мына жерде фамилия, имя, номер телефона менде мына жерде толтырылмаған. Адрес электронной почты толтырасыздар мына жерде, иә. Потом пароль, және де регион, страна, мына жерде почему-то неге бұлай шығып тұрған өзім түсінген жоқпын. Бірақ та мен мына жерде таңдаған болатымын. Қайтадан өзгеріп кетіпті. Міне таңдаймыз. Қазақстан, русские кетті. Потом адрес доставки обязательно жазасыздар. На английском жазсаңыздар болады. Улица, және де қалаңыз, облыс болса облыс, және де обязательно почтовый индексті жазасыздар. Село болса сол селоның почтовый индексін, немесе егер қалада болсаңыз қаладағы өзіңізге қатысты почтаның индексін жазасыздар. Содан кейін способ оплаты, бұл жерге өзіңіздің жаңағы төлем жасайтын картаңызды мына жерге бекітесіздер. Потом мына жерге орысша түрде полностью улицаңызды барлығын жазып қоясыздар, иә. Потом қалғандарын өзіңіздеріңіз түсіне бересіздер. Бұл жерде ешқандай да қиындығы жоқ. Сіздер егер бұрын заказ беретін болсаңыз, сізге осындай реферальный код келеді. Сол арқылы өзіңізге қандай да бір скидкалар ала аласыздар. Содан кейін қалай іздейсіздер? Мысалы, мына жаққа главныйға кіресіздер. Осы жерден мысалы сіз өзіңізге іздеу қажет витаминді немесе кез келген өнімді таңдайсыздар, иә. Мысалы, мен селен деп жазайын. Селен, маған мысалы мына селен керек. Аламын да добавить в корзину деймін. Корзинаға кетті, да? Вот смотрите, мына жақта корзина бар. Корзинада менде негізі заказ уже дайындап қойғанмын алдын ала. Енді мына жерде біреуін удалить етейін себе. Менде екеуі қажет емес, маған біреуі ғана қажет. Вот. Ой, сейчас кетіп қалды ғой что-то селен. Добавить в корзину. Вот, менде кетті селен, омега, йод. Вот. Сейчас теперь доставканы оформить етеміз. Оформить доставку. Вот смотрите, менде барлығы тексеріп аласыздар алдын ала. Адрес доставки, телефон номер жазылған. Потом мына жерде способ доставки өздеріңіз таңдайсыздар, иә. Мына жерде EMX деген бар, және Boxberry деген бар. Boxberryдің өзінде де арнайы пункт выдачадан барып алсаңыздар да болады, және курьерский доставка да бар. Бірақ бұларда кішкене қымбатқа түседі. Мен мынаны ғана таңдаймын. Смотрите, EMX-тен типа бұл жерде бесплатная доставка для заказов более 17 тысяч дейді. 17 мыңнан жоғары заказ берсеңіз, сізге доставка тегін келеді. Ал мына жақтағылардан көбінесе за доставку ақша қосылады. Вот, продолжать. Енді введите информация таможни дейді. Мына жерде өзіңіздің иіңізді, фамилия, имя, отчествоңызды полностью жазылады. Сізге ертең заказ бергеннен кейін, скорее всего, таможнядан сізге звондайды. Себебі ол жерде арнайы толтыратын өзінің договоры бар. Сол договорды өзіңіз шығарып алып, сізге онлайн түрде жібереді. Соған қол қойып, қайтадан өздеріне жібересіздер. Доставка, яғни таможнядан өткен кезде. Одан кейін мына жерде способ оплаты менде бұрынғысы. Мен бұны қазір өзгертемін. Және де өзгерткеннен кейін разместить заказ деп айтамын. Қазір мына жерге сіздерге тағы да қосатын боламын.
Қыздар, сонымен мына жерде барлығын толтырып болғаннан кейін адрес доставки, способ доставки, Емексті таңдадым, чтобы бесплатно келу үшін 17 мыңнан жоғары болса, я. Потом информация о таможне деген жерде сіз өзіңіздің аты жөніңізді удостоверениедегі толықтай таңдайсыз. Удостоверение болса удостоверение, паспорт болса паспорт. Сол жердегі ең номеріңізді жазасыздар. Способ оплатайдың ішінде өзіңіздің картаңыздың номерін, срогын, қаншасына дейін екенін, сыртында жазылған аты жөнін, және де артындағы номері болады. Код сияқты соны жазасыздар полностью, я. Потом разместить заказ дейміз. Міне болды, бізден снимать етілді, я. Все, теперь для подтверждения вот келді. Мы подтверждаем получение заказа дейді. Осы заказ кетті. Потом кейін сообщение келіп отырады. iHerb-ның ішінен көріп отыруға болады. Заказыңыздың қай жерде тұр, таможняда өтті ма, өтпеді ма, қай жерде келе жатыр, соның бәрін біліп отыруға болады.